Сәлем әлем, сіздермен қызықтаймыз каналы. Бүгінгі видеода біз Зомбикенд киносының қателіктерін айтатын боламыз. Сондықтан да біздің каналға подписка жасап қойыңыздар. Мынандай зомбилерді өмірімде көрмеппін. Тістеп өлтірудің орнына сумкасын лақтырып ойнап жатыр ғой. Соған қарағанда зеріккен-ау деймін әбден. Сосын мына қызға оқ енді әсер етіп жатыр ғой. Ал мына қыз қайда құларын білмей жата салды. Ал мына қыздың атқан оғын ешқандай зомби елемеді ғой. Мына шприцтің иінесі жоқ екені сыртынан көрініп тұр ғой. Ал сен жүрегіңе укол сала берсең, бір күн жел шығып өліп қаласың ғой. Сонда магазиннен сатып алған коланың сырты жоқ па? Или Мейрам киностудиясы колаға реклама жасағысы келмеді ма? Аян, сен не істейсің? Бірақ сен де ше, ата-анаңа баратын тұрсың. Қайдағы? Біз балалар үйінен шыққанбыз ғой. Мен ең бірінші барып емделетін шығармын. Сен бірінші жүрегіңді емдетсейші. Ой, атжал! Көрек берген екеніңді. Бұлар оқты аямай құртып жатыр ғой. Не деген бітпейтін оқ өзі. Бұлар оқты қайдан алып жатыр өзі? Мына бала әлі қоймаған ба? Бір қолмен атуды. Жолдашылар біз. Бізді көргенде зомбилер сөйлеп жүреді ғой. Мама, мыналар біз аптама жат қашып кетейік деп. Қатты мақтап қойған жоқсыңдар ма? Жоқ. Санжар дұрыс еді. Ана жақта зомбилер келе жатыр. Тезірек қашыңыз. Қорықпаңдар. Біз Шоқан екеуміз сендерге зомбиларды қалай өлтіргеніңді үйрететін боламыз. Санжар екеумізді мастер-класс қабыл алыңдар. Осы екеу зомбилермен келісіп алған ба? Дәл мақтанып тұрған кезінде зомбилер пайда бола қалды ғой. Кішкентай қызға бәле бар ма? Отырмай ма елді сабағы? Мына қыз адасып қалған ау деймін. Че-то жүрісі зомбилердікіне ұқсамайды ғой. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видеоның екінші бөлімі шықсын десеңіздер, аямай лайк басып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.